Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабағымызға дайынсыңдар ма? Әліппе сабағында бүгін біз сендерге таныс әріппен танысамыз. Неге олай дейсіңдер ме? Балалар, әліппе деген сөзде бірінші қандай дыбыс естіп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Яғни сендер әліппе дегенде дыбысын айтып жүрсіңдер. Сол әріппен және дыбыспен бүгін біз танысамыз. Дыбысы балалар, кәне бірге айтып көрейікші. Қайталаймыз. Балалар, біз оны жіңішке айтамыз және созып айтамыз. Сондықтан ол балалар жіңішке дауысты дыбыс. Ал балалар, бұл дыбыс қалай таңбаланады? Қалай жазылады? Кәне бірге үйренейік. Әрпі баспа түрі осындай. Яғни кітапта осылай жазылады. Бас әрпі және кіші әрпі. Кітапта осындай әріпті көргенде біз деп оқимыз. Өте жақсы. Балалар, енді әрпін біз жазба түрін үйренейік. Ол үшін біз қолымызға қалам сап алып, дәптерімізді дайындаймыз. Әрпі үзіліссіз жазылады және оны жазу сендерге қиындық тудырмайды. Ол үшін біз жұмыс жолының жоғарғы жағынан нүкте қойып, төменге қарай, оңға қарай дөңгелек етіп, төмен қарай түсіреміз сызығымызды. Енді жоғарғы жұмыс жолынан біз бастадық қой. Енді төменгі жұмыс жолына жетпей, біз солға қарай қайырып, қайтадан жоғары қарай дөңгелектейміз. Енді біз бастапқы мына сызықтың ортасына келіп қосамыз. Түсіндік пе? Енді бұл әрпінің бас әрпі, әрпінің кіші әрпі жазу сендерге қиындық тудырмайды. Себебі бас әрпіне қарағанда айырмашылығы тек көлемінде. Дәл бас әрпі сияқты жазылды, тек жұмыс жолының ішіне жаздық кішірейтіп. Түсіндік пе? Ал кәне қайталап жазайық. Бірінші бас әрпін жазамыз. Енді кіші әрпін жазамыз. Қайтадан бас әрпі, кіші әрпі. Бас әрпі, кіші әрпі. Өте жақсы. Енді кәне балалар, бәріміз бірге ауаға жазайық. Ол үшін жоғары қолымызды көтереміз. Мен бағана түсіндіргендей, оңға қарай сәл дөңгелектеп, төменге қарай сызықсамыз. Және солға қарай қайырып, қайттан бастапқы сызықтың ортасына қосамыз. Жақсы, қайталаймыз. Өте жақсы. Енді тағы да бір рет кіші әрпі жазамыз. Жоғары, төмен қайырамыз. Өте жақсы балалар. Сендер енді осы әрпін өздерің көркем жазумен әдемі етіп жазыңдар. Жақсы ма? Таза және төменгі сызықтан түсіп кетпесін. Жарайсыңдар. Балалар, енді әрпімен дыбысына басталатын немесе сол әріп бар қандай сөздер бар екен? Кәне біз сендермен бірге танысайық. Дегенім әткеншек, бірге ойнайық. Бәріміз қайталаймыз. Дегенім әткеншек, бірге ойнайық. Бәріміз. Өте жақсы. Енді кәне біз сөздермен танысайық. Балалар, суреттен не көріп тұрмыз? Кәне, дұрыс айтасыңдар. Бұл әтеш. Қайталаймыз. Әтеш. Келесі біздің кітабымыз әліппе. Өте жақсы. Және де әткеншек. Қайталаймыз. Әткеншек. Енді бұл сөздерде неше дыбыс бар екен? Нешеуі дауысты, нешеуі дауыссыз екен анықтайық. Ол үшін мен не істеймін балалар? Кәне, дұрыс айтасыңдар. Мен көк және де қызыл түсті қаламсапты дайындаймын. Ал бастайық. Әтеш. Қандай дыбыс естіп тұрмыз? Ең бірінші. Бізде дауысты дыбыс. Сондықтан мен қызыл түспен бірінші тор көздің ішін бояймын. Келесі
Әтеш. Т. Т бізде дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен бояймыз. Келесі е. Дауысты дыбыс. Және соңында қандай дыбыс естіп тұрмыз біз балалар? Әтеш. Ш. Ш дауыссыз дыбыс. Енді кәне балалар, дауысты дыбыстардың санын санайық. 1, 2. 2 дауысты дыбыс бар. Сонда әтеш деген сөзде неше буын бар? 2. Өте жақсы. Келесі біздің сүйікті кітабымыз әліппе. Ә дыбысынан басталып тұр. Ол дауысты дыбыс. Л дауыссыз дыбыс. Келесі әлі дыбысы дауысты дыбыс. Балалар, әліппе деген сөзде қос п әрпі бар. Әліппе дегенде 2 п дыбысы бар. Сондықтан біз 2 рет көк түспен бояймыз. П бізде дауыссыз дыбыс. 2 тор көздің ішін көк түспен боядым. Әліппе е дыбысы дауысты дыбыс. Енді қараңдар балалар, неше дыбыс бар екен менде санайықшы. Барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6 дыбыс бар. Нешеуі дауысты? 1, 2, 3. 3 дауысты дыбыс бар. Сонда 3 буын бар. Келесі менде суретте әткеншек. Ә дыбысы бірінші тұр, яғни ол дауысты дыбыс. Әт т дыбысы келесі т дауыссыз дыбыс. К дыбысы дауыссыз дыбыс. Е дауысты дыбыс. Еден кейін қандай дыбыс естіп тұрмыз? Н дауыссыз дыбыс. Ш дауыссыз дыбыс. Және шыдан кейін е дыбысы әткеншек. Және соңында к дыбысы дауыссыз. Ал неше дауысты дыбыс көріп тұрмыз? 1, 2, 3. 3 дауысты дыбыс бар. Әткеншек деген сөзде 3 буын бар. Кәне тексерейік. Әткеншек. Дұрыс, 3 буын бар. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Әріп пен дыбысты жақсы түсініп алдыңдар ма? Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Енді сендерге тапсырма әрпін, бас әрпін және кіші әрпін әдемілеп жазып шығыңдар. Қолдарыңды үйретіңдер. Жақсы ма? Жарайсыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше. Сендермен бірге болған мен Айдана Рысбекқызы.